Қайырлы күн, оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы компьютерді басқару. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары, компьютерлік программалар қолданушының міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру. Сабақта білеміз программа ұғымын, операциялық жүйе, жұмыс стилін. Оқушылар, программа дегеніміз қандай да бір программалау тілінде жазылады. Біз программа көмегімен компьютерде жұмыс жасай алатын боламыз. Мәселен, WordPad бағдарламасымен біз компьютерде мәтін тере аламыз. Paint программасымен компьютерде сурет сала аламыз. Дыбыс жазу бағдарламасымен компьютерде дыбыс жазып, және әртүрлі программаларда ойын ойнай аламыз. Программалық қамтамасыз етудің ең негізгі бөлігі операциялық жүйе болып табылады. Операциялық жүйе дегеніміз қолданушы мен компьютер арасындағы байланысты жасайды. Танымал операциялық жүйелерге Mac OS және Windows жатады. Оқушылар, біздің сабақ оқитын жұмыс стиліміз сияқты компьютерде де жұмыс стилі бар. Компьютердің жұмыс стилінде менің компьютерім, себет, бас мәзір және басқару тақтасы орналасқан. Жұмыс стилінде тек қана керек бағдарламаларды қою қажет. Балалар, енді біз мәзірден стандартты программаларды ашып көрелік. Менімен бірге қайтала. Бас мәзірді бір рет шертеміз. Барлық бағдарламалар бөліміне барамыз. Төменге қарай жылжыту арқылы стандартные папкасына басамыз. Бұл жерде компьютердегі стандартты бағдарламалар орналасқан. Балалар, сергіту сәті. Суретке назар аударып, қанша жануар бейнеленгенін талдайық. Жарайсыздар. Оқушылар, бүгінгі сабақтың сөздігі: басқару, менеджмент, жұмыс стилі, десктоп, мәзір, меню. Сөздікті дәптерімізге жазып алайық. Үй тапсырмасы. Оқулықтан 18-ші беттегі талдап салыстырайық тапсырмасы. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.